қазір соны қабылдап тастайықшы. Міне айталық жаңа, бүгін қабылдап тастасақ, ертең жағдай өзгеріп кетеді десек, қателесеміз. Ол талай азаматтардың обалына қалған адам, шыны керек. Ол құқық қорғау бірінші басшысы болып отыр, ол азаматтардың құқығын қорғаған жоқ. Ашылмаған қылмыстар өте көп. Және енді жазық сотталғандар да ішінде болуы мүмкін. Сонда сен елдің алдында батыр болып көрінесің. Жалпылама айтылған пікір болған жерде ешкім сені сотқа да бермейді. Ақжолдықтар, республика партиясындағы жігіттер, бізге келшеш дегенде әңгіме айтып жүр. Армысыз ардақты ағайын, Пікір Медиа YouTube арнасының кезекті сұхбатына қош келдіңіздер. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағы парламент мәжілісінің депутаты Абзал Темірғалиұлы Құспан. Депутат мырза, қош көрдік. Қош көрдік. Сұрақтың басын енді елдегі алдағы айлардағы күндердегі өзгерістен бастайық. Конституциялық комиссия ата заңның 77 бабына өзгеріс енгізіп, заңды 80%-дан артық өзгеріс жасады. Заң айтарлықтай өзгерді. Бұл дегеніміз заңға енгізілген өзгеріс емес, бір конституция қайта жазылып шыққандай. Жалпы 7 күнде жазылған ата заң Қазақстан халқының өмірін жақсарта ала ма? Конституция бұл жаңа конституция жазылып отыр. Өйткені ол туралы сол комиссия барысында Республикалық адвокаттар алқасының төрағасы Мади Жомартұлы Мырзағараев мәлімдеме жасады ғой. Біз бұны өзгертулердің толықтырулар емес, жаңа конституция жазайық деп. Сөйтіп бұл 80%-дан астам өзгерген жерде бұл жаңа конституция болып шығып отыр қазір. Ұсынылып отыр жоба. Конституция бұл өткен жылдың, естеріңізде болса, қыркүйек айында ма мемлекет басшысы халыққа жолдауында айтты ғой. Сол кезде мына парламенттік реформа туралы айтылды. Содан кейін түсінікті ғой. Парламенттік реформа деген сөз ол конституция өзгеретіндігі түсінікті. Өйткені парламент ол конституцияда көрініс тапқан үлкен институт. Содан кейін басталды ұсыныстар. Ұсыныстарға және ол ұсыныстарды қабылдайтын орган белгіленді, ол парламентаризм институты болды, негізгі жинақтайтын. Мен сол өткен жылақ беріп тастадым өзім ұсыныстарымда. Біздер мынау өткен жылдың қараша айында белгілі ғалым Қоғамов Марат Чекишевич деген, енді қылмыстық заң саласының үлкен маманы, сол кісінің ұйымдастыруымен көптеген ғалымдардың қатысуымен ғылыми практикалық конференция өтті. Мен сол кезде барып, қараша айында осы алдағы келе жатырған мынау үлкен өзгерістерге байланысты мен өзімнің баяндамамды жасадым орыс тілінде. Сонда мен берген ұсыныстарым сол жерде де басталды. Қандай ұсыныстыақтайды? Мен нақты ұсынысым парламенттік заңды түсіндіру құқығын парламентке қайтару, сосын парламенттік бақылау. Осы конституцияда көрініс табу керек. 1993 жылы конституцияда бұл болған. Сол кезде біз айтып жатамыз ғой, ойбай депутаттар күшті болды, мықты болды, президенттің өзі, Назарбаевтың өзі алдарында тұрып есеп беретін еді деп, енді көп оқимыз. Оның себебін біз көп қарамаймыз. Өйткені оларда сондай құзырет болды. Оларда сондай механизм болды жұмыс жасататын. Көрдіңіз бе? Мен осыған байланысты өзімнің және жеке тәжірибеме сүйене отырып, мен заңда болмаса да тікелей, бірақ ол мынадай принцип бар. Заңмен тыйым салынбағанның бәріне рұқсат етілген деген азаматтық заңнамада. Что не запрещено законом, то разрешено деген принцип бар. Соны пайдаланып, мен өзім іс жүзінде қазір заңды түсіндіру беріп, іс жүзінде жаңа өзімнің шығарған заңдарыма бақылау орнатып, олардың орындалуын қамтамасыз етіп отырмын. Соның бәрін кейс ретінде, мысал ретінде көрсетіп, кейін осы баяндама жасадым. Ғалымдар тарапынан үлкен бір сондай бағаланды ол баяндамам. Сосын жаңа президент әкімшілігіне хабарласса, сіз мұны ұсыныс ретінде беріп жатсыз ба? Осыны мен ұсыныс ретінде беріп жатырмын деп. Оны айтайын деген, мына соңғы 10 шақты күнде сол парламентке қатысты мынау комиссия отырысы күнделікті тікелей эфирден көрінгесін, ел жұртта ол енді ғана талқыланып жатыр деген сияқты түсінік қалыптасып қалды. Ал бірақ былтыр қыркүйек айында мемлекет басшысы осы өзінің жаңа жолдауында айтқаннан бастап, негізінде бұл жұмыстар басталып кеткен еді. Бірақ енді әрине оған енді көп халық қазір енді алаңдататын ақпарат көп қой елде. Әлемде не болып жатқанын білесіздер. Сондықтан жаңағыдай бұған назар аудармаған болуы мүмкін көпшілік. Бірақ енді біз осы басқасын жүргесін, әрі заңгер болғасын, біздер енді басынан бастап ұсыныстар беріп бастадық сол кезде. Сіз келіспейтін тұстары бар ма? Конституцияның ба? Жаңа жобада. Жаңа жобадағы енді бұл әзірге бекітілген жоқ қой. Әлде өзгеруі мүмкін.
бұл енді түпкілікті мінекей мемлекет басшысы бекітіп ал міне осыны референдумға шығарамыз деген жарлық жоқ қой. Сондықтан да өзгеру мүмкін. Ең бастысы бұл жерде енді бізде көпшілік қай жақта көпшіліктің пікіріне құлақ тұруымыз керек деп ойлаймын. Абсолютті басым көпшілік болатын болса. Енді бізде Қазақстанда ең үлкен проблема туғызатындай қоғамның өзін біз бірнеше жіктеп бөлеміз. Қаласақ та, қаламасақ та бізсіз ақ бөлініп қойған ол. Қазақ тілді орта бар, орыс тілді орта бар, солай емес пе? Соның ішінде бізде протесттік электорат үлкен өкінішке қарай қазіргі таңда қазақ тілді орта болып тұр. Қазақ тілді ортаның күткені шықпай қалып отыр. Иә. Бұл енді өте қауіпті құбылыс. Конституция жоба жарияланғалы көпшілік осы тілге қатысты баптың өзгеріссіз қалғанына наразылық білдіріп отыр. Сіздің өзіңіздің жеке азаматтық көзқарасыңыз? Менің азаматтық көзқарасым енді ол айтпаса да түсінікті ғой. Мен барлық жерде айтып жатырмын. Енді бұл мен шешім қабылдайтын адам емеспін ғой. Мен комиссия мүшесі емеспін. Көпшілігі менің атыма кәдімгідей ауыр сөздер айтып жатыр. Мен айтамын, мен не істей аламын бұл жерде? Мен дәл өздеріңіз сияқты бұл жерде пікір жазушы ғанамын, ұсыныс беруші ғанамын. Мен шешім қабылдайтын тарапта отырған жоқпын. Мен өзім мысалы үшін депутаттыққа дейін адвокат болып жүрген кезімде 30-дың үстінде сот процесіне тегін қатысып осы тіл бойынша бір рет соттан жеңіліп көрмегенмін. Сонда енді оны бәрі білет, көпшілікке талай тараттым. Тілер туралы заңмен емес, тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңда біз керемет мүмкіндіктерді алып алдық. Ол бойынша қазақ тілді азамат Қазақстанда кез келген қызмет, тауар, жұмыс қой ақшаға сатылатын, өзі үш жақ нәрсеге бөлінеді. Біз миллиондаған түрлі ақшаны жоямыз ғой, миллиондаған түрлі дүнияға жоямыз ғой. Соның бәрі классификация бойынша үш қана түрге бөлінеді. Бұл әлем бойынша универсалды. Тауар, қызмет, ұсыныс. Тауар, қызмет, жұмыс деген. Ақшаға сатылатын нәрсе осы үшке бөлінеді. Соны әсіресе қызмет. Осы қызмет көрсету саласында сіздер қазақ тілінде талап етіңіздер деп, бірақ заңды негізде эмоцияға салынбай, ұлттық мәселеге айналдырмай, жаңағыдай сенің ұлтың анау, сенің ұлтың мынау демей, осындай заңның талаптарына сәйкес мен қазақ тілдімін, маған қазақ тілінде қызмет көрсетіңіз деп мәдениеттер талап етіңіз. Болмай ма, сот және сотқа дейінде енді мынау тұтынушылардың құқығын қорғайтын ұйымдар бар. Енді ол көп енді ұзақ әңгіме. Осымен қорғауға болады деп бұрыннан айтып жүрмін енді. Мен өзім өмірде практикада қолданған адаммын. Роза апайды қорғадық, соттан жеңдік. Мысалы үшін жеңіліп тұрған сотты кезінде қай жылдары Павлодарға барып, облыс соттан бұзып, қайттан жеңдіге. Эйр Астана сотын білесіздер, Оғыз Доған деген түрік азаматы аспанда келе жатырып, қазақ тілінде қызмет талап еткен кезде Екатерина есімді бортсерік оған қазақ тілінде қызмет көрсетуден бас тартып, және ауыр сөздер айтып, ол оны видеоға түсіріп алып, сонда соттан жеңдік мысалы үшін. Сондай істер көп. Оралда мен өзі көп салық органдарына байланысты салық төлемеймін деп те мен жазғам. Содан бастағам. Сіз маған уведомление бермеңіз, сіз маған хабарлама беріңіз әуелі деп. Міне осындай кейстер өте көп. Сол қолданыстағы заңмен негізі өз құқығын қорғауға болады негізінде. Тек осы бір заңға ғана тіреліп қалған жоқ. Ол заң ертең қабылдаған жағдайда бар ғой. Қазір соны қабылдап тастайықшы. Міне айталық жаңа, бүгін қабылдап тастасақ, ертең жағдай өзгеріп кетеді десек, қателесеміз. Оны өзгертетін масса да өзі дайын болу керек. Дайын емеспіз бәрі. Оған мемлекет массаның ішіне бәрі кіреді. Тек қана мен бұқара халықты айтып отырған жоқпын, тұтынушылар. Бірақ негізі тұтынушылар арқылы өзгерткен жеңіл. Ол енді үлкен мысалдар келтіре аламын. Мемлекет қызметшілеріміз өздері бәрі қазақ тілді болу керек. Яғни ол бапты біз өзгертсек, қаншама адам министрлер, шенеуніктер жұмыссыз қалады деген алаңдаушылық бар ғой яғни? Бар. Ол өзіңіз көріп отырсыз ғой қазір. Осы парламент қабырғасында басқа енді депутаттар дәл осы тіл мәселесіне келгенде енді кәдімгі министр бола ма, министрдің орынбасары келе ме, жандарын шығарады. Қараңыз, өзгеріс бәрібір болады. Сіз конституцияны басынан бастап, преамбуласынан бастап аяғына дейін оқысаңыз, ол өтпелі кезеңде әлі жазылған жоқ. Переходные положения дейді. Қашан жаңағыдай күшіне енеді, тағы сондай бір нелер, переходное положение әлі жазылған жоқ. Сондықтан ол бәрібір өзгерістер болады. Мүмкін солың қатарында болып қалар деген үмітіміз бар. Мен енді ол істей ме, істемей ме, мен оны білмеймін. Тағы айтылып айтамын, бұл негізі сұрақтар, осы сұрақтар негізі комиссия мүшелеріне қойылу керек қой. Жаңағыдай. Мен қазір әлеуметтік желіден бастап
барлық мына осы сіз журналистермен белсендісіз, сосын сіз енді мен сөзсіз қазақ тілді ортаның жағындамын. Мен не үшін осы тіл үшін қаншама соттасып, қаншама жаманаттас болып кезінде қаншама адамдармен кетістік осы тіл мәселесімен, сөйтіп жүріп өзімнің енді отбасымнан бастап принципті түрде осы тіл мәселесінде енді баланың тәрбиесінен бастап осы келе жатыр. Қаншама қазақ тілінде шыққан кітаптарға мен кезінде спонсор болдым өзім. Сол менің қаражатыммен шықты. комиссия құрамына кіргізгіңіз келді ма осы комиссия? Ол ешкімнен сұраған жоқ қой. Ренжіп қалған жоқсыз ба шақырған? Жоқ, ешқандай да реніш жоқ. Ол мемлекеттің жұмысында жүрміз ба? Енді біз мемлекеттік қызметші емеспіз әрине, дәл мынау заңмен реттелетін. Бірақ қалай болғанда да мемлекеттің бір билігінің өкілі ретінде жұмыста жүрміз ба? Біз енді кез келген қойылған талапты біз қабыл аламыз, кез келген міндетті мойнымызға аламыз. Енді міндет біздің мойнымызға бұл қызметті жүктемесе, енді басқа жұмыстарымыз бар, сонымен айналыса береміз. Бірақ мен оған өкпелемегенмін, қарапайым ғана мысалы, сол 2025 жылдың қараша айынан бастап мен ғылыми практикалық конференцияларға қатысып, жазбаша түрде ұсыныстар беріп, бәрін бердім. Яғни мен жай жұмысқа ешқандай қатыспай, ең соңында барып тек постфактум жамандап отырған жоқ болса, ол керісінше жаңағыдай осы пайдалы ұсыныстарым енсінші деген бағытта бердім. Вице-президент лауазымын енгізу қаншалықты қажет? Бұдан жаңа мен сізге басты сұрағым болды. Халықтың жағдайы жақсарып кете ме осы өзгерістерден? Бұл өзгерістерден қараңыз, Конституцияның маңыздылығына ол шүбә жоқ. Ол ең маңызды саяси құқықтық құжат. Ол еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейінгі әсер ететін сондай маңызды документ. Одан бөлек, оның тағы да бір міндеті бар, ол жалпы Қазақстан өзі қандай мемлекетпін деп таниды. Сол туралы былайша айтқанда бір жария түрде бүкіл әлемге жолданатын месседж былайша айтқанда. Біз мынадай мемлекетпіз. Біздің ұстанымымыз мынау, бағытымыз мынау. Сондықтан бұл тек қана бір нан мен судың, тек қана жаңағыдай қарынның мәселесі емес. Бұл мемлекеттің ең негізгі бір тірек болатын құжаты ғой. Сөйте тұра бұл Қазақстанға сөзсіз экономикасына әсер етеді. Экономика деген сөз, жаңа өзіңіз айтып отқандай, қарапайым халықтың өміріне. Айтайын, түсіндірейін. Мысалы үшін преамбулада заң мен тәртіп деген қағидатты преамбулаға енгіздік. Әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп осы қағидат болып мемлекет басшысы тарапынан былтыр ұсынылған принциптер мен ең көп насихаттап жүрген адаммын. Неге? Заң мен тәртіп болатын болса, ол елге инвестиция келеді. Заң мен тәртіп деген тек қана қылмыстық тәртіппен бір жақты бір жазалау бағытында түсінбеу керек. Немесе әкімшілік жауапқа тарту, штрафқа тарту деп түсінбеу керек. Заң мен тәртіптің аясында мына кәсіпкер мен кәсіпкер бір-бірімен арадағы шарттарды шарт жасасады, кейін сол шарттың талаптарын мүлтіксіз орындап үйрену керек. Бізде осы жағынан келгенде үлкен қатты ақсап жатырмыз қазір. Бір кәсіпкермен келсе ме, енді көп жағдайда сол кәсіпкерлер екінші кәсіпкердің пайдаланып, келісім шарттағы кейбір жаңағыдай бір құйтырқы нормаларды, құйтырқы жаңағыдай тармақшаларды пайдаланып, қарапайым тілмен айтқан лақтырып кетуге әуес. Сөйтіп бір жеп би болғысы келеді жаңағыдай. Осындай заң мен тәртіп осының бәрін қамтиды. Көрдіңіз ба? Енді қазір қараңыз. Біз Германияны айтамыз, біз Жапонияны айтамыз, тіпті Кореяға барғанда осы өткен 2 апта турасында қаңтар айында мен Кореяға бардым. Мына автобус аялдамасы, сол жерге тұр, кезекте бір адам артынан тұр. Бір 2-3 адам топтасып тұрған жоқ. Ол былтырғы жылы қаңтар айында мен жеке өзімнің неммен Жапонияға барған кезде де осы көрініс. Біз шетелге барғанда осыған таң қаламыз. Шыдамсызбыз ба? Тәртіпке бағыну бізде әлі, біз енді мүмкін кең далада, сайын далада еркін өскен деп айтамын, бірақ енді былай енді отырықшылыққа көшкенімізге де енді ғасырдан асып ғой, енді ғасырдан асып қалды ғой енді қазіргі таңда. Тәртіп мәселесі болса, сол елдің экономикасына ол кәдімгідей әсер етеді. Кәдімгідей әсер етеді. Мен бір кейс келтірейінші сізге. Қытайдың инвесторлары шағымданды. Қарап отырмын, және ондай шағымдар өте көп болды. Сонда қарап отырсақ, Қытайда алаяқтық қылмысы үшін ату жазасы бар. О жақта сен тәртіпті болайын деп тәртіпті болмайсың, сен қорыққаныңнан тәртіпті боласың. Мүмкін бізге де қатаңдату керек шығар. Қазір оған тоқталамын.
Енді сол Қытайдың инвесторлары Қазақстанға келеді, біз мұқтажбыз, бізге қажет инвестиция. Ақша қажет, қаржат қажет, іргемізде тұрған Қытайды пайдалануымыз керек. Тек инвестициясын, жұмысшыларын емес. Жұмысшыларын кіргізбей қой, бірақ инвестицияны сал деп отырмыз. Қазіргі Қазақстан саясаты сол. Енді ол келеді, бір осындағы бір кәсіпкерлермен келісім шарт жасайды. Табанда сол кәсіпкер келіп шартта отырған шарттарын бұзып, оны алдап кетеді. Ол таңғалып, қалай ол мені алдап кетті, іс қозғаңдар дейді. Бізде ол қылмыстық іс болып саналмайды. Азаматтық тәртіпте ғана соттасу керек бізде. Өйткені шарттық негізде болса, қылмыстық процесс кодексте талаптарына сәйкес ол тіркелмейді қылмыстық іс ретінде. Енді бұрынғыша айтқанда қозғалмайды. Азаматтық тәртіп соттасын дейді. Азаматтық тәртіп соттаса, анау фирма пустышка деген ол бар ғой. Түгі жоқ. Түгі жоқ. Алатын ештеңесі жоқ. Алатын ештеңесі жоқ. Сен сотта ұтасың әрине. Миллион, миллиардтарды өндіріп қояды сот. Бірақ ол орындалмайды. Бізде қараңызшы, осыдан бастап осының бәрін тәртіпке келтіру керек. Мен заңгер ретінде қазіргі таңда заң шығарушы орган өкілі ретінде осының бәрін көзіммен көріп отырмын. Біз бұны дұрыстамайтын болсақ бар ғой, онда ешқандай инвестор бізге келмейді. Қазір мен сізге айтайын, көптеген шетелдік инвесторлар Қазақстанға келіп, ұзақ уақыт мына керек десеңіз заң мен тәртіп ол тек қана жай кәсіпкер, жай адамдарға қатысты ғана айтылмайды. Ол біздің кәдімгі мемлекеттік жүйе қызметке де қатысты айтылады. Көптеген инвесторларымыз Өзбекстанға кетіп қалып жатыр. Неге? Мына жаққа келеді, айлап, апталап емес, айлап жүреді. Бір ғана рұқсат қағазды ала алмай. Бюрократия. Бюрократия өте жоғары. Өткенде Қарағанды облысында мынадай жағдай болған. Мына жер асты қазба байлықтарын қазған кезде, СССР кезінде қазылған, шығып қалған мынау мусор деп есептеледі. Сол тау болып қалдықтар жатыр. Енді Қытайдың инвестор келіп айтады, мына сендердің қалдықтарыңызды мен қайтадан өңдеп пайда табамын дейді. Іске жаратады олар. Іске жаратамыз. Яғни жаңағыдай салық төленеді, бізге жаңағыдай керемет анау. Ол онсыз да енді қоқыс ретінде жатыр бізде. Қоқыс ретінде тау болып үйіліп жатыр. Жарайды, жақсы деп, мынау өндіріс министрлігі, өндіріс және құрылыс министрлігінен алатын, өнеркәсіп және құрылыс министрлігінен алатын жоқ мынау қағаздарын рәсімдеп сөйтіп болып келе берген кезде жердің асын бір кәсіпкер, біздің қазақстандық бір кәсіпкер өзіне рәсімдеп алды. Енді сол жерде істеп отырған әкімшіліктің де қатысы бар. Бұл мына жаққа әкімшілік арқылы бәрін істеп келе жатып, қоқысты жаңағыдай рәсімдеп болып, тиісті рұқсатын алып, текке жатқан қоқысты алмайды. Текке жатқан. Енді соған кірісейін десе, анау айтады, маған осынша $1 миллион ақша төлеу, жер менікі. Үсті қоқыс сенікі болса, жер менікі деп шалқайып отыр. Көрдіңіз бе мына? Заң мен тәртіп деген қағидаты мына. Бұл тек қана мен кіріспесін айтып отырмын Конституцияның, преамбуласындағы. Мен бұл Конституцияға кірмей тұрып, мен бірнеше Қазақстанды былтырдан бері көптеген облыстарды аралап жүрмін. Ең соңғы рет осы Атырауға барған кезде де айттым. Сіздің заңгер ретінде осы заң мен тәртіпке қатысты қандай жоспарыңыз бар дегеніңізді айттым. Мен жоспарым, менің арманым бар дедім. Заң мен тәртіп біздің ұлттық идеямызға айналса екен деген. Сондықтан мен өзім заңгер ретінде, тәжірибеден келген, практик заңгер ретінде мен осы заң мен тәртіптің Конституцияға енгені, сол арқылы ол егер шынымен де біз осыны қабылдап, кертартпалыққа салынбай, осыны дұрыс мемлекеттік органда отырған қызметшілерде, бұқара халықта екі жақта осыны қабылдап, осыны біз болашақта осыны төңірегінде ұйысатындай болсақ, бір идея ретінде алып. Бізде қазір айтамыз ғой, ұлттық идея жоқ. Міне ұлттық идея болатын нәрсе осы негізінде. Сондықтан ол әсер етеді. Ойыңыз жүзеге ассын. Енді сіз өзіңіз жаңағы заңгер ретінде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Атыраудағы жоғалып кеткен отбасына қатысты қылмыстың хронологиясын жасап шыққан хакердің әрекетіне келсек, оның әрекетін заңдастыру мүмкін бе бізде? Өйткені ол хакер тіпті барлық хронологиясында сим карта қай жерде, картаны қай жерде қолданды, бәрін көрсетіп берді. Бірақ оны жаңағы Атыраудың ішкі істер органдары назарға алмады. Сіз тіпті осыны бір заңға енгізу керек деген ұсыныс айттыңыз. Бұл мүмкін бе? Ол мүмкін. Ол және менің өзімнің өндірісімдегі заң жобасының аясында заңдастырамыз бұны, Құдай қаласа. Қалайша бізде жеке детективтік қызмет заңдастырылмаған осы кезге дейін. Мен өзім әлеуметтік желіге пост салдым. Ол кезде әлі ата-анасының өлгендігі белгісіз, олардың денесі табылмаған кез. Мен сол кезде жігіттің жазып отқанына назар аударып, ол кезде Атырау полиция департаменті жоққа шығарып отқан кез. Иә. Олар Қазақстаннан шыққан жоқ,
Өзбекстанға шықты деп па, мынау жаңағыдай қате, анау шетелде жүрген деген сияқты ана хакердің айтқандарын жоққа шығарып жатқан кез әлі. Біз әлі ең сұмдық оқиғаны әлі білмейміз осындай болғандығын. Сол кезде мен мына жігіттің жазып отқанына көңіл аударып, мен оны әлеуметтік желіде Нағима Барақ деген енді өмірде көрмегенмін, сол Фейсбуктағы сол кісінің жазбасынан көріп қалдым. Аяқ асты. Содан көріп мен таң қалдым. Мынау маған нағыз керек кейс екен деп айттым. Бұл нағыз, және сол кезде жаздым, бұл болашақ қазақ детективінің бейнесі деп жаздым. Неге? Маған маңызды емес. Оның бұрын қандай адам болғандығы, өмірде қандай адам, жақсы адам ба, жаман адам ба, білмеймін. Ол бізге пайдасы керек. Иә, оның істің нәтижесі керек. Ол полиция жасай алмаған нәрсені бірінші болып сол жігіт жасаған. Ол шындық, ол объективті шындық. Көзімізбен көріп отырмыз ғой. Сонда қараңыз, біз шетелдік киноларды қараған кезде әдетте шетелдік кинолардың 50%-дан астамы мынау заң саласына қатысты болса, міндетті түрде детектив жүреді. Және әдетте детектив басты бір рөлде жүреді. Ең негізгі тұлға детектив. Енді детектив дегеніміз кім? Детектив дегеніміз бұрынғы. Сол із кесуші, былайша айтқанда, оперативник, енді қазіргі нұсқада айтатын болсақ, сол із кесуші ол органда істеген болуы мүмкін, жаңағыдай бұрын сол жақтан шығады да, ол ақылы негізі көп жағдайда. Мұны адвокат сияқты жалдан жұмыс жасайды. Жалдан жұмыс. Енді қараңыз, осыған байланысты мен сол Фейсбукта кейбір азаматтар астына пікір жазды. Ой, ол детективтен бізге не пайда, ол қарапайым халықтың оны жалдайтын ақшасы жоқ, байлардың құралына айналады деп. Жоқ, олай емес. Мысалы үшін адвокатура институтын алып барайық. Мен өзім кәсіби адвокатпын ғой. Мен адвокатура қызметіне келген кезде пробоно жүйесі деген бар. Система пробоно дейді. Оның өзінің тарихы бар. Сонау жаңағыдай Францияда, француз революциясынан кейін Париж адвокаттар коммунасы үндеу жариялайды әлемнің адвокаттарына. Біз мына тек қана байларға ақыл негізі қызмет жасай беруді қояйық. Біз мына жағдайы жоқ адамдарға да қызметімізді ұсынайық деп, жаңағыдай сол пробоно жүйесі деген атпен белгілі. Ол біздің заңда да отыр. Мен осы прокуратурадан адвокатура саласына ойысқан кезімде мен осы пробоно жүйесін қолданам деп, мен әрбір 5-ші ісімді тегін алам деп шештім. Кейін ол әрбір 5 ісімнің әрбір 2-сі тегін болды. Бара-бара әрбір 5 ісімнің әр 3-шісі менде тегін болды. Яғни нәтиже келе бастады, тегін істе. Тегін, ол мен атымды шығарды. Мен көп жағдайымда ұлттық мәселелерге араластым. Қазақ тілі мәселе жаңа басында бір басқа мысалда айтып отырған, одан бөлек сайрагүл сауытбайысы, атышулы істер ғой, былай қарасаңыз, қоғамда талқыланған, бұл детективтер де осылай жұмыс жасайды. Ол детектив, мына жерде сол азамат соны жасап отыр ғой. Бізде детективтік қызмет заңдастырылмаса да, ол іс жүзінде детективтің жұмысын жасап отыр. Сондай азаматтар ертең міндетті түрде ол детективтер өзінің атын шығару мақсатында істеуі мүмкін, оны жай ғана елге, халыққа көмек болсын деп жасауы мүмкін. Белгілі бір принциптер болады. Мысалы үшін менде бір ұлттық мәселе ғой, негізгі принцип. Сол ұлттық мәселеге қатысты істерде мен міндетті түрде адвокат болып тегін жұмыс жасап жүрдім, дәл сол сияқты ертең сондай детективтер шықпай ма біздің арамыздан? Жаңа сол анау, мен енді түсінуімше бұрынғы Атыраудың азаматы қазір Дубайда тұрады деп, мен аты жөнін білмейміз енді. Жасырын. Дегенмен атыраулық полиция оның хронологиясын пайдаланды ғой, Пайдаланды деп ойлаймын. Себебі айналып келгенде сол қалай айтты, бәр солай болып шықты ғой енді. Оның қай жақтан қалай өтті, сол кезде жаңа сол азамат, жаңа хакер, ол айтты, мына екі кісіге бір қиын жағдай болған сияқты. Бұлар өздері өткен жоқ, бұлардың телефондары бірақ өтті. Олардың телефондар қосылып тұрды арасында деп. Яғни бұлар ол телефон ұстап жүрген жоқ. Мен осы қауіптенем, бұларға бір жаман бір нәрсе болған сияқты. Әлі дене табылған жоқ, әлі адам өлген өлмегендігі. Сол кезде ол өзінің қауіпін айтты. Көрдіңіз бе? Айналып келгенде ол хакер қалай айтты, солай болып шықты. Сондықтан мен бұны ол азаматтың еңбегін жоққа шығара алмаймын. Бұл нормаңыз қашан енуі мүмкін? Енді қараңыз, 2023 жыл депутат болып келген бойда ең алғаш қолға алған шаруалардың бірі осы жеке детектив қызмет туралы заңды қолға алдым. Бұған дейін 3 рет мәжілістен өтпей қалған заң ол. Бұл сіздің бастамаңызбен қолға алынған заң. Ол 100% өзімнің бастамаммен, бірақ парламентаризм институтының мамандарын мен бірлесіп істедік. Бастама өзімдікі. Өте үлкен қиындықтарға тап болды. Бұл заңның қабылдануына қарсы тараптар бар бізде. Кімдер? Не үшін? Бізде
мен мысалы үшін Қылмыс қарсыластар ашылып қалатындар көп қой, иә? көп деген былай ғой, қазіргі таңда құқық қорғау органдарының толықтай монополиясы бұл жерде. Мен сөзді түсінікті болу үшін айтайын. Айталық кез келген бір облысты алайық, сол жерде бір қылмыс болды дейік. Ол қылмыстың ашылмауына мүдделі бір топтар бар. Иә. Олар не істейді? Олар ішкі істер полиция департамент бастығына немесе облыс прокурорымен таныстығын пайдаланады, я болмаса ықпалын пайдаланады, біреулер арқылы звондатады, айтады, мына істі ашылмай ақ қойса екен деп. Полиция департамент бастығы өзінің жаңағыдай жедел уәкілін шақырып алады, айтады, сен мына іске көп басымды қатырма, басқа маңызды мәселелермен айналыса бер дейді. Болды. Ол ашпа, бұл қылмысты жауып таста демейді. Айтады, мынаны қоя тұрыңдар да, мына істі айналысыңдар. Маңызды емес. Иә, оны бәрі түсінеді. Ол оған бағынады тікелей. Ол тікелей қызметтік соның бағыныштылықта тұр. Орын алған фактілер бар. Ол дейтін талай болды. Атап түсіністей аласыз. Жоқ, ол дейтін бәрі не ғой, қылмыстық істердің бір жаман жері, ана тергеу құпиясымен байланысты. Одан кейін мен адвокаттық құпия деген бар. Оны мен адвокат болмасам да кеткеннен кейін мен сақтауға міндеттімін. Өйткені әр адамның жеке өміріне қатысты мәселелер. Кейбір мәселелерде біздің менің сол қорғауымызда болған азаматтар айтады, енді мынаны жарыққа шығаруға рұқсат деп. Сондай жағдайда ғана мен қол қойдырып алып барып қана жария қыламын әдетте. Осындай жағдай бұл өмірде өте жиі болады. Ал енді қараңыз, детектив пайда болатын болса, ол альтернатива. Оны енді екінші тарап, мысалы үшін сол қылмыстың ашылуына мүдделі тарап. Мына жақтан шындық таба алмады, әдетте коррупция, сенімсіздік білдіріп жатады, қайта-қайта арыз шағымдап жатады, иә, президентке жазып жатады, ашық үндеулер жариялап жатады, толып тұр ғой, мына қазір кейстерді іздеңізші қазір, әлеуметтік желіде толып тұр ондай. Сол кезде мына детективті іске қосатын болса, біз барлық жақтың мүддесін қарап қойдық. Керемет заң жобасы, 2 жылда үстінде үкіметтің жобасы қорытындысын ала алмай жүрдім мен. Тек қана былтыр 2025 жылдың маусымында біздің сессиямыз аяқталар алдында ғана үкіметтің оң қорытындысы алуға қолым жетті. Енді биыл осы жұмысты бастағалы жатырмын. Жеке детектив қызмет туралы заң жобасы іске асады, Құдай қаласа. Мен енді өте бұған қатты енді үлкен сенім бар. Мен бұл заңды осы жол қалай да алып шығамын. Бұған дейін шықпаған бас себептері шынымен де заңдарда олқылықтар болды, мемлекет қауіптенетіндей бір тұстары болды. Мен ол жерлердің бәрін ретке келтірдім. Біріншіден, екіншіден, мен өзімде жақсы мағынада кәдімгі мүдделімін. Мен бұған еш шүбәсіз сенетін адаммын да, бұл заңның қаншалықты қажет екендігіне. Бұрынғы заң жобаларында осылай бір қатты бір сондай бір қызығушылықпен кіріскен бір артынан бір жоқтаушысы болған жоқ. Жоқтаушысы болған жоқ. Ұсынылған осындай заң қарастырылған. Үш рет мәжілістен қайтты. Іске сәт енді заңыңыз қабылдансын деп тілейміз. Сол кезде жаңа хакер деп отқан жігіттер заңды түрде детектив немесе детективтің көмекшісі болып қызметке тұрып қылмыстардың ашылуына үлестерін қоса алады. Жақсы. Келесі сұрақ Батыс Қазақстан облысына келсек, су тасқыны кезінде біраз облыстар суда қалды ғой. Сол кезде нақты Батыс Қазақстан облысында ашық сауда жүрген. Яғни, мысалы, сондай қауесет бар да, мысалы, әкімдікке танысы барлар үй алу үшін, жаңағы судың астында қалдым деген сылтаумен үй алу үшін, жаңағы баспананың 20%-ын қолына береді. Енді пара дейді ғой. Береді, сөйтіп жаңағы сол арқылы заңсыз баспаналы болған деген әңгіме бар. Бірақ оны жергілікті халық айтады. Біздің әріптестеріміз барып түсірген Венера саяжайында 15-16 үй отбасы әлі күнге дейін сол суда қалған. Үй ала алмай отыр. Жағдай өте нашар, өздері жағдай жоқ отбасылар. Осындай шағымдар сізге келді ме? Мен сол 2024-тің су тасқыны болған кезде бір айдың үстінде сол Оралда болдым ғой, бастан аяқ. Мен төрағадан сұранып, аяқтай барып сол жақта жүрдік қой. Сол кезде бірінші дұрыс жағын, жақсы жағын айтайықшы. Абсолютті басым көпшілік, енді ресми статистиканы көтеру керек, мыңдаған адам үйлі болды. Үйлі болды. Және олардың, мен сізге 99-да 9 деп айтайын, өзіміздің қара көздер, қазақтар. Ауылдан көшіп келіп, енді саяжайда қай бір жетіскен адам тұрады. Материалдық, әлеуметтік жағдай қиын азаматтар тұрды. Көп мәрте кездесу өткіздім бұлармен сол кезде. Ол кезде бәрі жаңадан басталып жатты ғой, әлі ақша жоқ, әлі қаражат жоқ. Содан Ақжайық деген қор бар. Әкімшіліктің тарапынан ашылған. Ақжайық қорына ТШО сияқты
ТШО-ны аудармағанын білмеймін, бірақ КПО деген бізде үлкен инвесторымыз бар ғой. КПО-дан бастап кәсіпкерлер сол ақжайық қорына аударды қаражатты. Сол негізінен сол қаражаттан және мына төтенше жағдай жөнінде арнайы бөлінген бізде енді қаражат бар ғой төтенше жағдайында. Солардың есебінен үйлер салынып, өте шұғыл түрде жалпы көбіне негізінде сапалы салынды. Енді бірді екілі өңірлерде болды азын-аулақ. Біз үйдің сапасына дейін барып қарап жүрдік. Көп азаматтарымыз енді үй жайлы, пәтерлі болды енді көп азаматтарымыз. Енді келіспей жүргендер бар. Bir ресми деректе 200 отбасы әлі алмаған дейді. Жоқ, алмағанда былай ғой. Мәселе құжатқа тіреліп тұр. Бізде әсіресе енді қазір айтсам тағы да заң тәртібі айқай болып кетуі мүмкін, бірақ айтуға мәжбүрмін. Көп жағдайда мына өзіміздің азаматтарымыз құжатқа деген салақтығы бірінші кезекте. Мен келген арыздардың қайғысындағы Астанаға келді, Астанада қабылдадым. Кездесулер болып жатыр бізде. Ең соңғы жағдайды айтайын, 2025 жылдың енді желтоқсаны ма әлде қарашасы ма есімде жоқ. Оралға барсам, бір қыз бала Фейсбукқа жазып қойыпты. Әйел адам мектеп мұғалімі екен, 3 бөлмелі пәтер алған, соны әкімшілік, соны және тағы да бір басқа азаматтарды сотқа берген жаңа, кері қайтарыңдар, босатыңдар деп. Ал ана саяжайдағы үйін бұзып тастаған. Ол жерді үкіметке қайтарып алған. Қалай алған ол сонда? Иә. Соны енді сол 3 бөлмелі пәтерді қайтар дейді, қайтарған мен енді ана приведение первоначальное положение деген болады. Бастапқы қалпына қайта келтіру деген. Сен қалай бастап қалпына қайтадан келтіресің? Мен әкімшілікке айтамын да, жаңа сіздер қалай қалпына келтіресіздер? Сендер оның жақсы болсын, жаман болсын, саяжайын бұзып тастаңдар, жерін үкіметке алып алыңдар. Ана жерге үй салып бергенше бұл үйінде тұра берген дұрыс қой енді деп жаңа. Далада қалмайды. Иә, сөйтіп ең соңғы осыған дейін араласқам мен. Осыған тікелей араластым, хат жаздым, ол қарындастың енді сол әлеуметтік желіде менің атыма жазған енді өзі рахмет айтып жазған посты да бар, ол шештік мысалы үшін. Қалды ол пәтерде? Қалды. Соттан талап арыз әкімшілік тарапынан кері қайтарып алынды. Одан артында тұрған басқа адамдарда жаңағыдай адвокат жалдап шабылып жүрген олардың бәрінде былайша айтқанда бұл жерде жүректері тынышталды деп айтсам болады. Енді шешілмей жатқан жаңа топ, оларда құжат проблемасы бар. Ол қандай? Бір ағамыз өткенде ғана маған жолықты. Ол айтады, міне бір дачалық саяжайда жаңағыдай жерінде 2 үй салып алдық дейді. Бірінде балам тұрып атты, бірінде мен тұрып аттым. Мына балама берді де, мына үйді маған берген жоқ дейді. Мен айтамын, тұра тұрыңыз, сіздің жеріңіз бөлінетін участокпен делимый, не делимый деп нетіледі ғой. Сосын құжаттарға қарасам, не делимый екен. Мен айтамын, екінші үй ретінде сіз неғып құжатты рәсімдемедіңіз, неғып бөлмедіңіз? Бөлек-бөлек салған ғой, екі жеке үйді. Бір участокта. Не делимый участокта. Енді оны мен ойлаған жоқпын дейді да жаңа. Енді ол кісі айтады, ол кісі наразы айтады, мен енді ана баламның берген пәтеріне мен сыймаймын дейді. Сыймайтын рас енді. Мен өзімнің семьяммен мұнда тұрып аттым дейді. Мен айтамын, аға, енді кезінде салған кезде сіз бәрібір бірінші кезекте мәселені құжаттан бастау керек еді. Енді құжатты рәсімдемеген енді қазіргі үкіметтің бекіткен ережесіне сол кездегі біз тікелей араласып отырып, негізі көп жеңілдіктер жасаттық. Көп адам сол үйлі болып қолу соның арқасында. Мен ол тікелей араласқан адаммын. Мына нормасын былай өзгертіңдер, мына нормасын былай өзгертіңдер. Құжат сәйкес болмаса комиссия шешсін дедік. Комиссияға жаңа ана қарындас туралы айтып қалдым, 3 бөлмелі пәтер алған. Қоғам өкілдерін кіргізіңдер деп әкімшіліктен талап еттім мен. Сол кезде айттым. Мына сіздердің қабылдап жатқан шешімдеріңіз ертең неше түрлі қауесетке ұласпау үшін әрбір жаңа саяжайдан өздері жаңағыдай комиссия құрып, комиссия өздері ішінен бір адамды ұсынып, сөйтіп олар қоғамдық бақылау комиссиясын кіргіздірдім. Жаңа барынша осы қабылданып жатқан шешімдерді ел, халық біліп отырсын, жаңағыдай әкімшілік өздерінің қызметкерлерімен сырттай шешім қабылдамасын деп. Оны да жүзеге асырдық. Енді қалған жаңа, мен енді 200 ба мен нақты білмеймін. Бір азаматтар жүр, құжаттар дұрыс емес оны. Қазіргі мына комиссияның, қазіргі үкіметтің ережесінің аясында ол алу мүмкін емес. Мен енді бірнеше рет оған түсініктеме бердім, кездестім. Олар тек сот арқылы алынады. Болды. Олар сотқа шағымдану керек. Мен былтыр бірнеше мәрте кездесулер өткіздім, сол кезде де айттым. Аманат партиясында осы келген екен, сол шақырғасын жерде мен Аманат партиясына да барып кездестік.
онлайнда қабылдадық. Жоқ, енді су астында қалғаннан кейін әкімдік ол мәселені президенттің тапсырмасы болды тікелей, иә. Су астында қалған халықтың барлығы баспаналы болу керек деп. Әкімдік солардың құжаттарын рәсімдеуге бір көмектесе алмады ма? Бір қандай да бір әрекет болмады. Біз қазір енді алынбай қалған адамдарды айтып отырмыз. Аяғында алынбай қалған адамдарды айтып отырмыз. Жаңа мен айтып отқан деректерді растап отырсыз ғой енді. Бар ғой ондай жағдай, иә. Бұл жерде сотсыз енді шешілмейді. Кез келген дау сот арқылы шешіледі. Қазір қараңызшы, біз қазір сол қалалық әкімшілікке соны мәжбүрлеп істететін болсақ, күні ертең құқық қорғау органдары олардың үстінен коррупция деп созбайды. Ондай факт жетеді. Қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды дейді. Болмаса жаңағыдай ол жақты да ойлау керек. Мен енді ол азаматтарды мен қылмысқа итермелей алмаймын. Құжаттары көрінеу қате адамдар бар. Негізі бұл менің үйім емес, бұл баламның үйі деп жүр, мысалы үшін бір азаматтар. Қалай құжатын рәсімдейсіз? Ойлаңызшы, бір адамның атында қалада үй бар. Сосын ол бірақ дачада тұрып жатыр. Қалада да үйі бар. Ойлады, іс жүзінде бұлар менің атымда тұрғанмен дейді. Бұда менің балам тұрды семьясымен. Ол баланың үйі жоқ дейді. Мысалы үшін. Бір парасы осы. Енді қараңызшы, ереже бойынша үйі бар адамға үй берілмейді, қалада үйі бар адамға. Оны өйткені ол дача ретінде, негізінде дача ғой ол дейтін. Ол дача негізі, саяжай. Кейбір адамдар үйі жоқ болғасын, соны үй қылып алып отыр. Соларға ғана үй беріледі деген ереже. Енді анау үйі бар, мына дача ретінде пайдаланып отқаным айтады. Негізі құжат түрінде менің атымда болғанмен, іс жүзінде ол ананы дейді. Енді соны біз айтамыз, сотқа барып дәлелдеуіміз керек деп отырмыз. Басқалай бұл жерде жол жоқ. Жақсы, онда тағы бір сұрағым, Қожамжарық кейсіне келсек, бас прокуратура экс-сенатор Қожамжарыққа қатысты қозғалған қылмыстық істе, ол басшылық лауазымында болған кезінде лауазымын асыра пайдалану және қылмыстық жолмен ақшаны заңдастыру фактілері бойынша істі болып отыр. Бірақ өкінішке орай біз бұл істі Қожамжарық елден кеткеннен кейін қозғадық. Неге біз Қожамжарықтың қашып кетуін күттік? Осындай фактілер бізде өте көп. Қазір әртүрлі ақпараттар бар. Қожамжарық Ресейді паналап жүр деген. Өткенде мен бас прокурордың орынбасары Қойгелдиев мырзадан сұрадым. Қожамжарық қашып кетті ма, қашып кетпеді ме деген сұрағыма ол кісі нақты жауап бере алмады. Жалпы неге бізде осындай мәселе орын алады? Ұсталды ма, ұсталмады ма? Сіздің хабарыңыз бар ма? Осы ең алғаш Қожамжарықтың үстінен қылмыстық іс қозғалды деп хабар тараған кезде, енді өзіңіз білетін, біз мынау пленарлық отырыстан шығып жатқан кезде журналистер осы маған қойды. Сол кезде бірден айтқам. Бұған бөркінді аспанға атып қуанудың ешқандай қазіргі таңда қажеттілігі жоқ. Мен ол кісі туралы пікірімді ол билікте жүрген кезде айтып жүрдім адвокат кезімде. Қожамжарыққа қатысты да, Кекселге қатысты да. Ол талай азаматтардың обалына қалған адам, шыны керек. Ол құқық қорғау бірінші басшысы болып отыр, ол азаматтардың құқығын қорғаған жоқ. Шын мәнінде сыбайлас жемқорлықпен күрескен жоқ. Ол талай жазықсыз қазақтың кәсіпкерлерін соттап жүрді. Және мен сізге керек десеңіз сілтемесін жіберейін. Сол депутат болып адвокат болып жүрген кезімде мына үлкен өкінішке қарай көрші елдің тапсырмасымен біздің бизнесті тұншықтыратын құралға айналды мына Қожамжарық мекемесі деген сөздерді айтқам. Нақты кейс мысалдар келтіріп отырып. Ресейдің мүддесін қорғаған. Иә, оның жаңа жолдарын айтқам. Мысалы үшін қазір айтсам енді әрине көп адам енді бізде кішкене эмоциямен қабылдайды ғой, бізде фактыны көп фактажбен жұмыс жасап, енді бұқара халыққа ол үйреншікті нәрсе емес қой. Көп жағдай эмоция қазір. Мысалы үшін мен қазір Бишімбаевтың біріншісін айтсам, кейінгі кейсіне байланысты, кейінгі өзінің әйелін енді өлтірген кейсіне байланысты, мені жағымсыз формада қабылдау мүмкін. Бірақ мен сөзімнен бас тарта алмаймын. Адвокат кезімде Бишімбаевтың ісіне бастан аяқ қатысқан азамат ретінде бұл жаңағыдай көрші елдердің тапсырмасымен сотталды деген мәлімдеме жасағам. Сол кезде де осы фактілерді келтіргенбіз. Сонда Қожамжарықтың қатысы бар ма оған? Кексел Қожамжарықтың адамы сол кезде тікелей қатысы бар. Оны нақты мысалдар келтіріп сөз сөйлеген мен. Қазақша да, орысша да сол адвокат кезімде жүргенде интервью берген. Соны жаңа сұраққа қайтып келейін. Сол кезде айттым, қашан қолына кісен салынып ұсталды деген хабар шығады. Сол кезде бұны бір жаңалық ретінде айтуға болады деп. Сол кезде бірден айтқан. Сіз қазір арада қанша ай өткеннен кейін осыны айтып отырсыз да маған. Мен сол кезде бірден айтқам. Әуелі ұсталды деген хабар естікші. Ұсталды, қамалды, міне темір тордың ар жағына тоғытылды, міне енді тергеу басталды десе. Мүмкін Қожамжарықтың ұсталғаны біздегі біреулерге керек емес шығар. Енді осыған келеміз. Ол керек емес шығар болғанда, ол кісі бас прокурор болған адам. Ол кісі антикор сияқты
арнайы қызметтің басшысы болған адам. Әкім болды. Бүкіл әкімдігінен гөрі мына екі қызметі әлде қайда қауіпті. Өйткені әрбір мемлекеттік қызметші, әрбір саяси қызметші, соларға оның қолында бұлжытпас айғақтар бар, фактілер бар, нақты құжаттар бар. Енді өзіңіз ойлаңыз, мемлекет деген не? Мемлекеттің саясатын жүзеге асыратын кімдер? Ол нақты тұлғалар ғой. Біреу жаңағыдай бір саланы басқаратын министр, біреу бір комитетті басқаратын төраға, біреу бір тергеу саласын басқаратын бір лауазымды адам. Ол жай ғана кісісін жібереді, айтады, сен мынаны істесең, мен мынаны шығарам жарыққа. Тіпті кісісін жібермей-ақ та ол адам өзі біледі. Ол кезінде оның алдына кірген, өйтіп-бүйтіп мәселені шешкен, жылы жауып қойған деген сияқты нәрселер мен болжамды түрде айтып отырмын. Әбден іске асуы мүмкін. Өйткені оның қолында құпия мәліметтер бар, құпия құжаттар бар. Ол құпия оның былайша айтқанда қарсы қолданады ғой. Аман қалуының үлкен бір жаңағыдай құралы. Қателік неден кетіп отыр бұл жерде? Қателік әу баста осындай аса ірі лауазымға қойған кезде, сол кездегі тиісті тексерулер. Бізде қараңызшы, бір ауылдық округтың әкіміне сайлауға түскен кезде, оның түп-тұқиянынан бастап түгел тексереді. Сотталған ба, сотталмаған ба, жалпы жаңағыдай саяси көзқарасы қалай деген сияқты. Сен мына жақта сен дейтін бас прокурор тағайындап жатсың ғой, оны тағайындайын деп жатсың ғой. Қалай? КМДің бастығы Мұсайып оп-оңай шетелге қашып кетеді. Генеральный прокурор болған Қожамжаров оп-оңай Қазақстаннан шығып кетеді. Енді іс қозғалған болса, енді одан жауап алыну керек еді ғой, әйтпесе. Қазақстанда болса. Алыс емес қой, барып ұстап әкелемін десе. Сол ғой. Ендігі жерде сол осындай маңызды бір саяси және құқық саласындағы, әсіресе құқық қорғау саласында қызметтерге тағайындаған кезде ол адамның енді жеке басы қатты тексерілу керек деп ойлаймын. Қожамжаровты Ресейде жаңағы қолдау көрсетіп отырған Медведев болуы мүмкін ғой, өйткені екеуі курстас болған, дос болған деген ақпарат кең тараған. Қызметте отырған кезінде айтып жүрген Медведев президент болған кезінде ол кісі қызметті ала бастады. Көрген нәрсе. Сондықтан да жаңа сіз айтқан фактілер, яғни ол шын, өзге елдің негізінде мен осыған жалпы өткенде мен азаматтық қоғам өкілдеріне де қатысты айтып едім. Есіңізде ме, осы былтырлар бір президенттің тарапынан жаңағыдай орден, медаль алған адамдар қатты бір сынға түсіп еді ғой. Сол кезде бір осы журналист сұраған кезде мен айттым. Мен президенттің қолынан өмірімде бір рет бір мемлекеттік награда алған адаммын. Кезінде енді адвокат ретінде алғанмын. Бірақ бұны мазаққа айналдыруға болмайды. Алса, өзінің президентінен алған, қолынан алған марапатқа, бұда ешқандай бір не жоқ, риск жоқ. Ал шетелдік ұйымдардан марапат алып жатқандарды осылардан қауіптену керек әуелі. Не үшін алды? Не үшін алып жатыр ол? Қазаққа қызмет еткен үшін алып жатыр ма? Әлде сол шетелдік бір халықаралық деп аталатын бір ұйымдардың мүддесін қорғаған үшін алып жатыр ма? Деген осыған біз әуелі қауіппен қарауымыз керек деп бір журналист сұрақ қойып қалғанда орай келгенде осылай айтқан едім. Сол сияқты ғой, қызметке тағайындаған кезде өзге мемлекеттердің сол жақтағы лауазымды адамдардың ықпалы болмау керек. Жақсы болсын, жаман болсын, ол кадр мәселесі бола ма, басқа мәселе бола ма, ол өзіміз қабылдауымыз керек қой, қай жақта да. Мен осы нәрсеге өте бір қызғанышпен қарайтын адаммын, жақсы мағынада. Ешқандай жағдайда шетелдің ықпалы болмау керек. Ешқандай жағдайда. Кезінде мына адамдарға ұнамайтын сөздерді айтып, көбіне жек көріністі болып жүрем ғой. Қаңтар оқиғасы болып отқан кезде түсінбейді көп журналистер. Халықаралық тергеу, мен айтамын, халықаралық тергеу деген білесіздер ме, қандай жағдайда болады? Халықаралық құқық бойынша. Мемлекет тәуелсіздігінен айырылған жағдайда ғана болады. Милошевичке қатысты болды, бірақ ол кезде кәдімгі ООН әскер кіргізді кәдімгі. Голубой каски дейміз ғой. Сөйтіп олар тергеу жүргізді. Халықаралық тергеу деген сол. Ал енді халықаралық ұйымдардың көмегі десек ол басқа мәселе деп мен айтқам. Сол кезде міне мынау дейтін объектив тергеуге қарсы шығып отыр. Мен айтам, әзірге Қазақстан дейтін ел ме, мемлекет пе? Қазақстан өзінің тергеуін өзі жүргізу керек. Тиісінше өз кадр саясатын 100% дербес жүргізу керек қой. Жақсы, онда бұрынғы премьер-министр Серік Ахметов
кезінде ол да жемқорлық қылмысы бойынша сотты болып кейін шықты ғой. Осы Ахметовтің істі болуына Қожамжаровтың қатысы бар ма? Осы екі кейстің бір-бірімен байланысы қандай? Мен тікелей байланысын білмеймін, өйткені мен заңгермін ғой. Құжаттармен айналыспағасын жерде, ал енді ол журналистердің арасында болмаса әлеуметтік желіде әртүрлі әңгімелер жүргені рас. Енді бізде Серік Ахметов премьер-министр лауазымында отырып істі болған енді жағдай ғой, былай қарасаңыз. Бірақ одан басқа талай мемлекет қызметті кәдімгі үлкен лауазымда атқарған азаматтар осы тікелей Қожамжаровтың кәдімгі тікелей өзінің сол кісінің былайша айтқанда несіне ұшырады, қаһарына ұшырады. Ал енді Серік Ахметов екеуінің арасында жағдайды мен білмейді екенмін. Сол енді Серік Ахметовтің өзіне сұрап көру керек. Ендігі ол кісі бір мәлімдеме жасайтын уақыты болды ғой деймін да, жаңағыдай осы жағдайда. Көп журналист күтіп жүрміз, сұхбатқа шақырып жатырмыз. Әзірге егер шығып жатса, міндетті түрде қойылатын сұрақ. Бірақ мен сізге бір мәселені айтайын. Ат жөнін айта алмаймын, үлкен өкінішке қарай. Кезінде адвокат болып жүрген кезде Жамбыл облысында өте үлкен бір бизнестен айырылып қалған азамат қазір шетелде қашып жүр. Сол кісінің осы жақтағы адамдары туыстары ғой енді. Бойбай енді депутат болғаннан кейін маған жазады, жаңа мына қылмыстық іске сіз аралассаңыз, мен араласуға құқым жоқ, араласа алмаймын деймін. Сол туыстар айтады да, жаңағыдай мынау енді Қожамжаров қатысты осындай жағдай болады. Мен елге келіп мәлімдеме жасамай ма, болмаса елге келмей ма ендігі. Мүмкін объектив тергеулер десем айтады, ана кісі айтты дейді. Мен сенбеймін. Оның ұсталатынына, оның жаңа сот алдына келіп тұратынына мен сенбеймін. Оның әлі мына жақта қалған адамдары бар. Оның командасы ешқайда кеткен жоқ. Кекселмен тағы бір-екі кісі жұмыстан шеттетілгенмен істі болғанымен ол өзі ұсталған жоқ. Тиісінше маған Қазақстанда әлі қауіптің бұлты сейілген жоқ деп айтыпты. Бір туыстары маған келген, жаңа осы 6 күн тағы да азаматтарды қабылдаймын осы алдымыздағы жұма күні. Осындай мен келеді, туғандары келеді, ағайындар келеді, не істейсің енді? Ешкімді біреуді қабылдаймын, біреуді қабылдамаймын деп айта алмайсың. Сондықтан ол Қожамжаровтан қорқып отқан адамдар әлі жетеді. Сіз 144 миллиард теңгені жымқырып, кейін рақымшылыққа ілінгелі тұрған экс-банкир Жомарт Ертаевтың жаңағы бостандыққа шығуына жол бермедіңіз. Осы жағдайдан кейін Ертаевтың тарапынан бір сізге өшігу немесе кісі салу әрекеттері болды ма? Жоқ, болған жоқ. Өйткені мен Ертаевты танымаймын, Ертаев мені танымайды. Өмірде біз кездескен, болмаса бұрын соңды бір қандай да бір кикілжіңіміз арамызда жоқ. Бұл жалпы сосын мен тек қана Ертаевқа ғана қатысты айналысқан шаруам емес, мен амнистия туралы заңның авторымын ғой. Әрі сол заң бойынша жұмыс тобының жетекшісімін. Жаңа басында айтып қалып едім, конституцияға қандай өзгерістер. Сол кезде мына депутаттық заңды түсіндіру және депутаттың бақылауы, парламентский контроль бұрын болған. Осы маңызды инструментті осы жерде қолдандым. Амнистияны шығардым, өзі 6 ай ғана күшінде болады ғой. 2025 жылдың мына маусым айынан желтоқсанның аяғына дейін 6 айдың ішінде қолданылады. Енді соны қалай жүріп жатыр екен деп мен сот актілерін тексеріп қарап отырып, мен 38 актіге, сот актісіне наразылық енгіздім, бас прокуратура хат жазып. Бас прокуратура 100% қолдады. Ол жаңағыдай заңсыз босап кеткендерге. Сосын наразылық енгізіп, сол 38 адамды кері қаматтық ішінде соның жаңағы Ертаев жүр. Мен бір жеке дара бір Ертаевтың ісін бір, болмаса Ертаевтың өзін бір нысанаға алып олай айналысқан жоқпын. Мұндай жеке бас мәселесі жоқ бұл жерде. Мен бар болған өзім шығарған заңның ережелерін дұрыс қолданылуын ғана қадағаладым бұл жерде. Негізі әрбір депутат өзінің шығарған заңын осылай қадағалайтын болса, және түсінбеген жерлеріне бізде мынадай ұғым бар құқықта, құқық ғылымында. Біз мына заң шығарушымыз ғой. Сосын право применения дейді, құқық қолданушы дейді. Үкімет, сот, прокуратура, құқық қорғау органдары бәрі құқық қолданушылар, право применительдер. Талай-талай тамаша заңдар шығарып жатырмыз. Бірақ орындалу қиын болып жатыр. Ал орындалу дұрыс болмаса, ол сенің заңының керемет болғанда не пайда? Сондықтан оның орындалуын дұрыстау үшін негізі депутаттар да белсенді болу керек, және негізі осы бізге өкілеттік ретінде берілсе жақсы болар еді. Жақсы, осы тәуелсіз тарихындағы қаралы қаңтар трагедиясы енді ол бір тарихта бір өшпейтін өкініш, үлкен трагедия ғой. Сол қаралы қаңтар оқиғасында сіз адвокат ретінде бір жүздеген адамды шығарып алдыңыз. Әділетсіз ұсталған, әділетсіз сотталған. Бірақ қаңтар оқиғасы бойынша әлі де әділетсіз сотталдық деп шағымданып жатқандар көп. Сізге сондай қанша хат келіп жатыр? Өте көп, бірақ енді шағымданғанның бәрінікі дұрыс деген түсінік тумау керек.
Мен енді ол жерде тек жеке адвокат ретінде жұмыс жасаған жоқпын, мен комиссия құрдым. Комиссияның төрағасы ретінде мен мемлекет басшысынан сол тергеу органдарымен жұмыс жасауға, әсіресе мынау тергеу изоляторына кіріп, ана азаматтармен бетпе-бет жүздесіп кездесуге мүмкіндік беруіңізді сұрадым. Қылмыстық істерге доступ дейді жаңағы сұрадым. Бірақ ол қылмыстық істер біз бірнеше категорияға бөлдік, енді ұзақ әңгіме. Маған рұқсат берген себебі менің комиссиямда кәсіби адвокаттар ғана болды. Түсінесіз бе? Қоғамдық комиссияны әртүрлі формада құрды. Біреулер шығып көшеге шығып айқайлап жүрді деген сияқты. Мен айттым, нақты жұмыс жасаймын. Әр адаммен жеке-жеке сөйлесем, кездесем, сосын барып ұсынысымызды береміз деп. Соның нәтижесінде жаңа бірнеше жүздеген адам босатуға, біз 600-ден кейін біз әлеуметтік желі салып отырдық. Бүгін міне 50 адам, 100 адам болды, 200 адам болды. 600-ден кейін біз есептеуді қойдық, өйткені жұмысымыз тым көбейіп кетті. Сондықтан енді ол жалпы 1600 адам қамауда отырған болса, солардың абсолютті басым көпшілігі біздің комиссия арқылы шыққандар. Енді осыған байланысты мен танитын білетін адамдар күні бүгінге дейін келеді. Бірақ енді біз 3 категорияға бөліп тастағанбыз кезінде. Өзіміз енді басында мынау енді ал жақсы сіздерге рұқсат берейік, сонда сендер мынау қауіпсіздікті қалай қамтамасыз етесіңдер, құпиялылықты қалай қамтамасыз етесіңдер дегенді айттық. Құпия істерді бізді бермеңіздер. Міне арандатушылар, ұйымдастырушылар деп категорияға бөлдік. Арандатушылар мен ұйымдастырушыларға қатысты іске бізге доступ керек жоқ. Бізге арандап қалғандар деп 3-ші категорияға бөліңіздер. Арандап қалғандар көшеге енді біреудің шақыруымен барған, әу баста барған кезде абсолютті басым бөлігінде халықтың ол қылмыс жасаймыз. Арты осындай қылмыс деп ешкімде ондай түсінік жоқ қой. Сол басталып кеткен кезде әртүрлі адам біреу жерде жатқан автомат ұстап алып істі болды. Біреу жаңағыдай өліп жатқан солдаттың бір денесін алып, біреу барып жаңағыдай затты барып алып кетті, енді жасаған жоқ. Сондай елдің бәрі алып жатыр ғой деп алып кеткендер. Соларға жеңілдіктер жасадық, соларды босаттық, соларды ақтардық деген сияқты. Сондықтан ол категориядағы азаматтардан азайды. Бірақ әлі бар, иә? Бар. Жаңа 3-ші категория, біз айналысқан категория, іс жүзінде біз 2022 жылдың 24-ші қаңтарында кірістік комиссия. Сол жылдың 25-ші желтоқсанына дейін ойлап қараңыз, бір жыл жұмыс жасадық біз. Біз кейін артымыздан келді біраз нәрсе, оның бәрін кейін депутат болғаннан кейін біразын 2023 жылдар реттедік. Қазір жаңа айтып отқан категориядағы істер көбіне шағымданып жатқан жаңа арандатушылар, ұйымдастырушылардың қатарына кірген. Мысалы үшін Қызылорда облысында бір полиция қызметкерін өлтіруге оқталды. Покушение на убийство деп, жаңа жизненно важный орган деген ұғым бар. Өмірлік маңызды денесі адамның. Сол жерден мылтық атты, әлде пистолетпен атты деп айыпталған, адам өлтіруге оқталды деп 16 жылға сотталған бір азамат бар. Сол азаматты мен жазықсыз сотталды деп есептеймін. Оны қайта-қайта жазып жатыр. Бірақ енді қазіргі таңда мен тікелей араласа алмаймын ғой ол мәселеге, көрдіңіз бе? Мен жазатын бас прокуратура. Яғни қаңтар оқиғасы бойынша жазықсыз сотталып кеткендер әлі бар. Менің өзімнің жеке пікірімде әлі де енді ол солай болатындығы да белгілі болды ғой, өте күрделі ол, аса күрделі. Ойлаңызшы, сіз бір жай ғана бір қылмыс болған, ол кейде ондаған 20-30 жылдар бойы зерттеліп, тергеліп, жазықсыз бір сотталып кетіп, одан басқа бір жасалған анықталып сөйтіп. Ал мына жерде ең ірі деген 10 қалада бір мезгілде жаппай тәртіпсіздік орын алды, қаншама қылмыстар жасалды, оның ашылуы негізі өте қиын. Тіркелген қылмыстық істердің саны сол кездегі есеп бойынша 5600-дай еді тіркелген қылмыстар. Ал бір қылмыстық істе ондаған адам тартылуы мүмкін екенін ескерсек, ашылмаған қылмыстар өте көп. Және енді жазықсыз сотталғандар да ішінде болуы мүмкін. Бұл уақыт өте келе енді ол азаматтар енді аяғына дейін күресіп, адвокаттар аяғына дейін табандылық танытып жұмыстанатын болса, күндердің күнде ақталып жатар деп ойлаймын енді. Тікелей мен араласа алмаймын ғой, депутат, мен заң шығарушымын. Бірақ енді жаңа тергеу органдарының ісіне қазіргі таңда мен өкінішке қарай араласа алмаймын тікелей. Жақсы, онда өзіңіздің мандаттық жұмысыңызға келейік. Қазіргі парламентті саясаткер Уәлихан Қайсар нотариалдық контора деп атайды. Яғни ол өзінің сұхбатында, мысалы парламент қабылдаған заңның 200 заң үкіметтен түскен болса, соның біреуін ғана депутаттардың бастамасымен қабылданады дейді.
осы пікірмен келісесіз, жалпы заң шығарушы орган осы атауға сайсыздар ма? Заң шығарушы орган. Енді қараңыз, мен келіспейтін, мен бір-екі кейспен ғана айта салайын. Жалпы былай ғой, ешқашан қателеспейтін бір елдің алдында батыр болып көрінудің бір жолы бар. Ол үкіметті, депутаттарды тиісін тереке тимесе бұтаққа сынай беру. Сонда сен елдің алдында батыр болып көрінесің. Жалпылама айтылған пікір болған жерде ешкім сені сотқа да бермейді. Жаңағыда. Ол мысалы нақты бір адамның бір ісін анықтап, мысалы нақты бір адамның бір қылмысын әшкерелеп жатса, олар әшкерелей алмай қалса, ол адам оған былайша айтқанда жауабын береді. Заң жүзінде. Бұл жерде жалпылама жамандай беру ең оңай тәсіл ғой, жалпылама айтыла береді. Енді қараңыз, 200-дің біреуі деген мүлдем шындыққа сәйкес келмейтін цифр. Бірақ цифрды былай қоя тұрыңыз. Керек десеңіз үкіметтің әкелген көп заң жобаларын қайтарып жіберіп жатырмыз ғой. Болмаса қараңыз, құрылыс кодексінің айқайын бүкіл Қазақстан көріп отты ғой. Мен мысалы ол жұмыс тобына қатысқан жоқпын. Бір ғана енді Бақытжан Базарбек бізде өте былай публичный ғой, енді бәрін жазып отырады. Мен мысалы үшін оның барлық жұмыс тобында болып жатқан нәрсені шығармаймын. Көпшілік депутаттар шығармайды. Әбенов мысалы үшін екеуі сол жұмыс тобында болды, екеуі қанша нормаларды қайтадан өзгертті. Өзімнің қылмыстық заңнамама қатысты 339 бап деген мына әсіресе батыс халқына өте актуалды болды. Мынау әсіресе мына киікпен сотталғандар айқайласып жүріп, осыны енгізіп, 1000-ға жуық адам қазір қылмыстық жауапкершіліктен босатылып жатыр. 2019 жылы күшейтілді бұл бап, бір жақты түрде кетіп қалды. Атқан адамдар, аулаған адамдармен кейін оны сатып алған, сақтаған, тасымалдаған адамдардың ара-жігі ашылмай қалған. Нәтижесінде ішкі істер органдары мына сол киікті ататын, болмаса қызыл балықты аулайтын жаңағыдай қылмыскерлермен емес, сол тұтынушылармен солар арқылы жаңағыдай өздеріне көрсеткіш жасайтын болып кетті. Сонымен ара-жігін ашам деп мен айқайласып жүріп үкіметпен. Сон ара-жігін аштым, қазір 339 прим 1 деген, енді оны басына іс түскен адамдар өте жақсы түсінеді бұл жағдай, мен не айтып отқанымды. Сөйтіп қазір қаншама отбасы қуанып жатыр, адамдар шығып. Бұның барлығы жаңағыдай үкіметтің келген нәрсесін істеп отыра беретін болсақ, бұның біреуі де істелмеген бар еді. Қазір елдің бәрі айтып жүрген сталкинг, дроперлік, қыз алып қашу, қылмыстық істер бойынша. Сонымен қатар мынау 125-ші бапқа қатысты, сосын мынау коллекторлық қызметке қатысты. Бәрі депутаттардың шығарған баптар. Барлығы. Уәлихан Қайсардың пікірмен келіспейсіз? Жоқ, енді мен мысалы келіспейтіндігім осы көп нақты айтып отырмын ғой. Бір жұмыс тобына қатысып көрсінші. Өстіп жаңағыдай, сыртымыздан жаңағыдай көсемсіп, шешенсіп айтып жүрген. Сосын мен тағы бір келеңсіз жағдайды айтайыншы. Міне біз тіл дейміз ғой. Жұмыс тобын өткіземіз. Біз 2023-те қалай депутат болып келдік? Бізде автомат түрде бір осында 30 жылдан бері жұмыс жасайтын бір пенсияға шығайын деп жүрген Марат Қалиұлы деген ағамыз бар. Марат Қалиевич деген бізде жұмыс жасайды бізде. Сол кісі мен бір таңғалатым дейді. Мына бұрын дейді, үлкен осы ағаларымыз болды да, қашан біз қазақ тіліне көшеміз деп бүйтіп отыратын еді дейді. Мына сіздің 8-ші шақырым депутаттар келді дейді. Сіздер ешқандай ұрансыз ештеңіз, бірден өздеріңізден бастап кеттіңіздер дейді да. Қазақша, жұмыс топтар қазақша етіп қалды бәрі. Мен осыған қайран қалам дейді. Әр нәрсе өзінің уақытында болатын болып тұр ғой деп, ол кісінің өзінің бағалауы енді Алматыдан бастап жұмыс жасап келе жатқан кісі ғой енді осы. Алматыдан бастап ойлаңызшы, Алматыдан парламент 97 жыл жаққа көшкен кезде, 98-де ме, содан көшіп келген. Сол айтады, бұрын дейтін ұран көп еді, шақыру көп еді. Мына жылы сіздерде қазақша істеп келді. Енді қараңыз, қазақша жүргізіп жатырмыз-ау. Мысалы үшін масс-медиа туралы заңдарда орыс тілді сарапшылар олар белсенеді, қатысады, міндетті түрде жұмыс топтарына өздерінің пікірлерін айтады. Қазақ тілі, мен қаншама әлеуметтік желіге жаздым. Міне мынадай заң қарайын деп жатырмын, мынадай заңға қатысып жатырмыз, болмаса мынадай заңды мен жетекшілік етіп жатырмын деймін. Жоқ, қатыспайды. Бірақ әлеуметтік желіге шықсақ, солдай адамдар, жаңағы сіз айтқандай адамдар, неше түрлі постфактум өтіп кеткеннен кейін бір нәрселер сынап айтып жатады. Енді ол сол қаралып жатқан кезде келіп көрсеңізші, сол кезде көресіз, депутаттардың белсенділігін де көресіз, кім қалай жұмыс жасап жатқандығын. Мен осылай айтар едім бұл жерде. Сондықтан да сырттай том пішу, тисе тереке тимесе бұтаққа, бұл әбден ескіре келді деп ойлаймын. Сол сәтте, сол мезетте бұны қолдаушылар бір жаңағыдай енді өмірге наразы бір адамдар қолдайтын шығар. Бірақ бұл объективті сын емес. Объективті сын болу үшін ең болмаса бір жұмыс тобына бір, білмеймін енді,
сайлау туралы заң қаралды, көші-қон туралы заң қаралды. Ең болмаса енді қазаққа бір қажет дейтін бір заңға қатысып, сол жерде көргенін баяндаса, бұл нағыз объективті сын болар еді. Парламенттің ішінде не болып жатқанын білмейді, ештеңемен шаруасы жоқ. Әйтеуір сол баяғы ескі ән, ескі әуен. Бұл 90-шы жылдардан бері келе жатырған бір дайын бір не ғой, бір ең бір әбден проверенный дейміз ба жаңағыдай. Әйтеуір билік жаман дей бер болды. Сонда сен жақсың, билік қай уақытта жаман деген енді ұстаным. Билікті сынағандардың қатарында өзіміз де бармыз, бірақ сосын келдік, қазір жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ билікке сәл жақындап қалған сияқтысыз. Енді біз билік орган өкілімін ғой, қалай жақындап қалған? Мен биліктің өкілімін ғой қазір. Биліктің өкілімін ғой. Бірақ енді біз халықтың өкілісіз ғой, сіз халық қалаулысыз. Жоқ, халық қалаулысымыз, қараңыз. Енді түсіндірейін. Конституция бойынша 3 билік тармағы бар. 3 билік тармағы бар. Сот билігі бар, атқарушы билік бар, заң шығарушы билігі бар. Бұл билік, біз халықтың осы биліктегі өкіліміз. Біз биліктің өкілі емеспіз деп еш айта алмаймыз. Біз заң шығарушы биліктің өкіліміз Конституция бойынша. Бірақ ана екі биліктен айырмашылығы неде? Атқарушы билік пен сот билігінен. Біз бұнда халықтың сайлауымен келеміз. Қалайша біздер қазір ақылы қызметпен айналысуға құқымыз жоқ. Бизнеспен айналысуға біздің құқымыз жоқ. Неге? Үкіметтен жалақы аламыз. Біз заң шығарушы билікте жұмыс жасап жатқан адамбыз ғой. Қалайша ол биліктің өкілі болмайсың ол? Биліктің өкілі болып табыламыз біздер. Бірақ жаңағы аналар тағайындау арқылы келетін болса билікке, сот, сосын жаңағы атқарушы билік, министрлер, әкімдер, депутаттар сайлау арқылы келеді. Көрдіңіз бе? Халық пен заң шығарушы биліктің арасындағы тікелей жаңағыдай көпір. Сондықтан да бұл жерде ол биліктің өкілі емеспіз деп айтатын болса, бір-бірі ол үлкен қателік. Бізде барлық антикоррупциялық барлық шектеулермен қол қойған адамдарымыз, мемлекеттік құпияға доступ алған адамдарымыз. Сондықтан да ол билікте тікелей жұмыс жасап жатырмыз ғой. Бірақ біздің ерекшелігіміз жаңада жатыр. Жақсы. Сондықтан әрбір сын айтқан адам, мысалы үшін мысал келтірейін, нақты енді әркім өзіне қатысты мысал келтірген дұрыс қой. 2016 жылы жер митингісіне қатыстым, ұсталдым, қамалдым, шықтым. Мен Оралдағы ұйымдастырушылардың қатарында болдым. Сосын Мұхтар Тайжан деген азамат енді Назарбаев билігі өзі айтты. Жақсы, сіздер қарсысыздар ма? Онда жұмыс тобына келіңіздер. Сөйтіп, сол кездегі ауыл шаруашылық министрі Шөкеевпен тапсырма берді, мына жер кодексін қайттан қаралатын болды. Сол енді маған заңгерсің ғой, сен жұмыс тобына кір деді. Мен 2 жыл тегін заң шығару ісінде жұмыс тобында қатыстым. Әрине мен өз келісіммен ғой, келсем келем, келмесем келмеймін. Мен келмей сыртта жатып сынап жатуым болады еді. Ой, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп. Бірақ енді өзіміз талап еттік қой. Келдік, жұмыс жасадық. Мен жалақы алған жоқпын бұл жерде. Тіпті Оралдан ұшып келіп жүргеніме мен билетіме де билет алып береміз деген министрліктен өтініш болды, ұсыныс болды, мен бас тарттым. Бұл сіздің депутаттық жолыңызға трамплин болды, е? Мен ол кезде депутат боламын деген жоспарым да ойымда болған жоқ. 2023-ке дейін болған жоқ. Бірақ көзге түстіңіз ғой. Ондай жұмыстарым өте көп қой. Жер комиссиясынан басқа да жұмыстарымыз бар. Мен айтайын деген, әрбір белсенді азамат қазір қараңызшы, жаңа конституция нұсқасында халық кеңесі деген бар. Одан бөлек тағы да бұрындарда болды. Ұлттық кеңес, құрылтай дегенде құрылды. Көп қой жағдай үнің жеткізем десең. Аралас, айналыс, бірақ бір жақты сынай бермей, ішкі процесіне де кіріп, түзеуге де араласу керек деп ойлаймын мен өзім. Мен өзім осы принципті ұстандым, осы жұмыста болдым. Өзге азаматтардың да осындай болған қалаймын. Сырттан жатып алып, сыртынан томпше бермей. Жақсы, онда соңғы сұрағым, алда референдум болып халық батасын беріп жатса, конституцияға өзгеріс енгізіп, бір палаталы парламент құрып, құрылтай бола ма, құрылтай құрыла ма, сол құрылтайдың депутаты болғыңыз келе ме? Сіз енді бір мандатты депутатсыз, бүгінде саяси партиялардан бір шақырулар түсіп жатыр ма? Әзірге енді ойын қалжың аралас ақжолдықтар, республика партиясындағы жігіттер бізге келшеш дегендей әңгіме айтып жүр. Мен өзім ашық айтайын. Мен құрылтайдың депутаты болғым келеді, себебін айтайын бірақ. Ол бір керемет бір менің жағдайым жақсарып кеткендігі емес. Материалдық жағдайын алып қарасақ, мен бұрынғы адвокаттық қызметім әлде қайда қаржылық жағынан әлде қайда тиімді еді. Мен отбасыммен жылына кем дегенде 2 рет шетелге шығып демалатын едік. Қазір ондай мүмкіндіктің бәрінен айырылдық шыны керек. Өйткені бір жалақыға қарап қалдық. Одан басқа сенің әрбір сөзің аңдулы.
бір сәл бір жұрттың көңіліне ұнамайтын бір сөз айтып қалсаң, оны түрлендіріп алып кетіп, бір жерін қиып алып, жаңағыдай шулай кетеді, Дегенмен депутат болғыңыз келеді. Иә, болғым келетін себебін айтайын. Қылмыстық заңнаманы оптимизация уголовного законодательства деген үлкен заң жобасын 2 жылдың ішінде жүргіздім. Енді соған точечно дейді, енді мына сон институтпен кіріп жатырмын. Қазіргі таңда мерзімнен бұрын босату, УДО ЗМН деген бар, енді сөйтіп айтсақ түсінікті. УДО дегеніміз шартты түрде шығу, ЗМН дегеніміз жеңіл жазаға ауыстыру арқылы шығу. Институт досрочной свободы. Сонда үлкен енді проблема болып жатыр. Соңғы 10 жылда судьялардың мерзімнен бұрын босатуы 3 есеге азайып кетті. Және коррупция мәселесі бар ол жерде. Соны бір судья емес, халықтың қатысуымен, енді комиссия арқылы ма, әлде сот алқабилер арқылы ма, жаңағы қоғамның қатысуымен шығару деген мәселені қазір заңды қолға алдым, ол жүріп жатыр. Одан бөлек жаңа өзіміз әңгіме арасында мысалға келтірген детективтік қызмет бар ғой. Егер мен осы заң жобасы қалып қоятын болса, мен енді әрине мына құрылтайға шығарып үлгерілмеймін. Өйткені ол Қазақстанның заң жүйесінде бұрын соңды болмаған үлкен өзгеріс болайын деп тұр ғой. Бұл қазір мысалы үшін 98 депутат болсақ мәжілісте, менен басқа ешкімге керегі жоқ бұл заңның. Енді депутаттық мен осыған жан дүниеммен осы заңдарға мен жаным ашиды. Өйткені қаншама ғылыми практикалық конференциялар өткіздік. Қаншама ғалымдар, Барчешвили қоғам сияқты ғалымдардың қатысуымен қанша концепциясын дайындадық. Енді міне заң жобасы келіп істеп жатқан кезде мынадай өзгеріс болғалы тұр. Менде қазір тап-таза спортивный интерес деген ұғым бар ғой. Менде бастап қойған ісімді аяқтағым келеді. Шыны керек, маған салса бұл сайлау келесі жылға қалса жақсы болатын еді. Өйткені мына заңдарды бітіріп, аяқтап кейін бәрі адвокаттық қызметке қайтадан оралам ба, басқа салаға барам ба, мен сол әріптестерім алдында жүзім ашық болғанын қалаймын. Қай партияға басымдық беріп отырсыз? Менде ондай әзірге нақты бір партияда кіруіңіз керек қой енді. Кіруім керек қой енді, бірақ партия тізіміне сұранысқа байланысты. Кімнің ұсынысқа байланысты. Жаңа айтып отырмын ғой, республика мен Ақжолдағы жігіттер қалжың аралас ұсыныстары. Енді қалай бізге келсе, сен көбіне бізбен жаңағыдай нең келеді ғой деген сияқты айтып жүрді. Нақты біздің партияға мүше боласың ба деген ұсыныс әзірге түскен жоқ. Сол қандай ұсыныс болады, соған байланысты көремін енді. Басқа жол қалмайын деп тұр ғой, егер мына жоба бекітіліп кететін болса. Депутат мырза, сіз берген сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі сұхбатымыздан түйген ойларыңыз болса, арнамызға жазып, жүрекшені басып, Пікір медиа арнасына жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.